Бүгін 200 мың теңгеге ет алдық. Қыс біткенде жалғыз ет алатын біз ба, елдің барлығы сондай ма? Папамыз осылай бөліп, жілікте барлығын дайындап береді. Менің жұмысым тұздап, осылай әр пакетке салу. Қазақ десек қазақпыз ғой, айтыңыздаршы. Етсіз кәдімгідей жүре алмаймыз. Сәл картоппен тамақ істеп қалсақ, папамыз ет жоқ па не деп шығады енді. Азайып қалса неге екенін білмеймін. Үйде дым жоқ сияқты болып көрінеді. Жалғыз маған ба сондай білмеймін. Содан кейін қуырдақ жасайын дедім. Айтпақшы достар, келін болып піскен кезде бір қуырдақ жасайын деп қайнатам келіп өңшең қабырғасы масқара болған бар ғой. Қайдан білейін деп қоям, ең дәмдісі қабырға екен деп жүрмін ғой. Ол айтайын десе маған айтпай, мен деген кәдімгідей ұялып отыр. Сол кезде бір қуырдақтың дәмін көрмегенмін ғой. Сол есіме түссе әлі күнге дейін күлгім келеді. Сіздерде сондай жағдай болған ба? Жақсылап етімді турап салып алдым да, барлық еттерді осылай пакетке бөлік салып қойған өте ұнайды. Сосын фаршты да отдельно айландырып аламын. Алғашқы кезде манты, пельмен, котлет, фрикадельки барлығын ерінбей қатырып жасап қойдым. Қазір ондайға шыны керек уақытта болмай қалады. Сосын арасына кішкене картоп қосайын дедім қуырдағыма. Бұны көрсе күйеуім южанский қуырдақ деп кішкене қалжыңдайтыны бар. Мен айтам да, енді картошкамен дәмдірек болады ғой, 3-4 салайын деп әрең дегенде, сөйтіп жас малдікі болғаннан кейін осындай айбат болып енді дәмді болып пісіп жатыр. Иісі деген мұрынды жарып барады. Осымен дайын болды қуырдағымыз, достар, бізге ас болсын.